Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Мен Тарыбаева Әсем Қайратқызы, Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің тарих факультетінде Жас Алаш ғылыми зерттеу клубының вице-президенті болған түлегімін. Қазіргі таңда Нығмет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының тарих пәнінің мұғалімімін. Тарихты оқыту арқылы оқушыларға ұлттық білім мен тәрбие беру жолында заманауи инновациялық тәсілдерді қолдана отырып, жас жеткіншектердің интеллектілік, шығармашылық ойлауын дамытуға жұмыс жасап келемін. Алған білімім мен тәжірибем үшін тарих факультетіне шексіз алғыс білдіремін. Қайырлы күн, жас түлек. Мен Тұтқыш Айдана Жаңмырбайқызы, Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің тарих факультетінің түлегімін. Студенттік кезімде факультетіміздің Жас Алаш ғылыми зерттеу орталығының президенті болдым. Тарих факультеті еліміздегі қоғамдық және саяси ғылымдардың көшбасшысы. Факультетіміздегі ұстаздардың берген білімінің арқасында менің ғылымға деген қызығушылығым артып, соның нәтижесінде бірнеше ғылыми мақалаларым жарияланды. Сонымен қатар, бірқатар республикалық олимпиадалардың жеңімпазы атандым. Студенттік өмірімде жаһандану, ұлттық бәсеке, ақпараттық инновациялық технологиялар негізінде ұмтылған педагогтер ғана жетістікке жете алатынын білдім. Дәл сол негізді ұстана отырып, факультетте алған білімімізді негіздеп, мен қазіргі таңда Нығмет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-лицей интернатының тарих пәнінің мұғалімімін. Сәлем, жас түлек. Мен Шохан Камила Ғалымқызы, Бөкетов атындағы Қарағанды университеті тарих факультетінің 2018-2022 жылғы түлегі және факультетіміздегі Жас Алаш ғылыми зерттеу орталығының мүшесімін. Қазіргі уақытта білімімді жетілдіру мақсатында дәл осы тарих факультетінде магистратурада оқимын. Университетті сәтті аяқтағанымның арқасында Қарағанды қаласындағы Нығмет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-лицейінде тарих мұғалімімін. Тарих факультетіне оқуға түскен кезде студенттердің, оқытушылардың өзара қарым-қатынастарына таң қалдым. Барлығы бір отбасының адамдарындай. Бұл тарих факультетінің өзіндік ерекшелігі. Тарих факультетіндегі білікті мамандардан білім алғанымның арқасында көптеген жүлделерге ие болдым. Әртүрлі қалаларды араладым. Олимпиадаларға, жобаларға, дебат турнирлеріне қатыстым. Студенттік өмірім өте жарқын болды. Шәкіртсіз ғалым тол дегендей, еткен жемістерімнің бір дәні халыққа тиімді өнім берсе, Мен өзімді бақытты адам деп санаған болар едім. Евней Арыстанұлы Бөкетов, тарих факультеті.